Педагогтың медиадағы этикасы. Медиа-этиканың тек журналистер мен блогерлерге қатысы бар десеңіз, қателесесіз. Ақпарат құралдары мен әлеуметтік желіні қолданатын барлық адам этика сақтауды үйрену қажет. Этика адамның ар-намысына тимеу, жеке басына нұқсан келтірмеу. Педагог этикасын білеміз, ал мұғалім медиада қандай этиканы сақтауға тиіс? Мессенджерде және желіде сөйлесу әдебі болады. Әсіресе онлайн сабақ кезінде оқушылардың шекарасын өтпеуге тырысыңыз. Ол қалай? Мессенджердегі топта әуелі амандасуды ұмытпаңыз. Сабақтан тыс уақытта жазбағаныңыз жөн. Хабарламаны мәтін түрінде, ойыңызды тиянақты етіп жіберіңіз. Аудио хабарлама жіберер алдында ескертіңіз. Қазір мессенджерде ақпарат көзіне айналды. Онда ақпарат тез тарайды, әсіресе жалған мәлімет. Сондықтан желіде немесе мессенджерде тараған кез келген ақпаратқа күмәнмен қараңыз. Тек тексерілген мәліметке сеніңіз. Ал оқушылар мен ата-аналар жиналған топта оқуға қатысы жоқ медиа файлдарды таратпағаныңыз жөн. Мұғалім мектепте ғана емес, әлеуметтік желіде де өзінің мамандығын ұмытпағаны жөн. Менің жеке парақшам, онда не салып, не жазсам да өзім білемін деу этикаға қайшы. Желіге жариялайтын әр ақпаратты жеті рет өлшеп, ойланып салыңыз. Мүмкіндікке қарай қызмет пен жеке өмірде қолданатын құрал мен сим-карта, әлеуметтік желідегі парақшалар да бөлек болғаны тиімді.